Одан кейінгі тоқталатын кездесу достар, бұл ерлер арасында 145 фунт салмаққа дейінгі өтетін, яғни ерлер арасында 66 килограмм салмақта өтетін кездесу. Нөмірі 12-ші орында тұрған, дәл қазіргі сәттегі хайптағы жүрген жауынгер, UFC-дің ең сүйікті жауынгерлерінің бірі дәл қазіргі сәттегі. Қай уақытта болсын, қай жерде болсын, кез келген уақытта кіммен болсын шыға білетін. I told you yesterday, anyone, anytime, anywhere. I'm ready to fight every time. No problem. Бразилиялық, мексикандық Диего Лопес пен американдық Брайан Ортега арасында өтетін кездесу. Яғни нөмір 12-ші орындағы жауынгер мен нөмір 3-ші орында тұрған жауынгер арасында өтетін керемет кездесу. Бұл кездесуде сарапшылардың көбісі Диего Лопесті фаворит ретінде көріп отыр. Диего Лопес та Брайан Ортеганы екеуінде джиу-джитсу стильдері өте керемет дамыған. Әсіресе Диего Лопестің тік тұрып соғысу әдісін атап өтуіміз керек.